Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сан аралықтары тақырыбын бірге қарастырайық. Теңсіздіктердің шешімін сан аралықтары арқылы жазуға болады. Мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал: x 3 пен -2-нің аралығында жатсын. -2 осы жерде болсын, 3-міз осы жерде болсын. Енді бізге айтады, x -2 мен 3-тің арасы. Олай болса, осы -2 мен 3-тің аралығын осылай белгілейміз. Белгіленуі бізде -2 мен 3-тің аралығы деп осылай жай жақша арқылы жазылады. Және ол интервал деп аталады. Екінші: егер x 4 пен -1-дің аралығында болса. -1 осы жерде, 4 осы жерде болсын. Енді бізде мына жерде қатаң емес теңсіздік болған себептен біз мынаны ішін бояймыз, дөңгелектейміз. Және -1 мен 4-тің аралығын белгілейміз. Сонда белгіленуі бізде тік жақша -1, 4 тік жақша болады. Және бұл кесінді деп аталады. Жай жақша мен тік жақшаның айырмашылығы жай жақша болады, егер бізде қатаң теңсіздік болса, және осылай боялмаған болса. Тік жақша болады, егер біз бояймыз, және мына жерде қатаң емес теңсіздік болған кезде. Үшінші мысал: x 7 мен 2-нің аралығында болса. Бізде 2 осы жерде болсын, 7 осы жерде. Енді қарайық, бізде мына жерде қатаң емес теңсіздік, сол себептен біз оны бояймыз. Мына жерде қатаң, сол себептен ол ашық болып тұрады. Енді жазайық жауабын. Енді белгіленуін жазайық. 2 мен 7-нің аралығында. Және бұл жартылай интервал деп аталады. Төртінші мысал: x үлкен немесе тең 4 болған кезде. 4 бізде осы жерде болсын. Қатаң емес теңсіздік, сол себептен бояймыз. Енді бізде стрелка қай жақты көрсетіп тұр? Оң жақты көрсетіп тұр. Яғни x 4-тен үлкен жағы, немесе одан тең. Ол бізде мына жақты көрсетіп тұр. Енді оны қалай белгілейміз? Мына жерде қатаң емес теңсіздік, сол себептен тік жақша қоямыз. 4-тен басталып, мына жақта бізде белгісіз, қандай санмен бітіп тұрған. Ол бітіп тұрған жоқ, ол шексіз дейді. Яғни плюс шексіздікке дейін дейміз. Және ол жақта жай жақша болады. Бұл бізде сәуле деп аталады. Бесінші мысал: x кіші 5-тен болсын. 5 бізде осы жерде. Мына жерде қатаң теңсіздік, сол себептен ашық болады. Стрелка бізде қай жақты көрсетіп тұр? Стрелка сол жақты көрсетіп тұр. Яғни 5-тен кіші сандар дейді. Ол бізде мына жақта. Қай жаққа дейін барып жатыр? Мына жақта минус шексіздікке дейін барып жатыр. Яғни жауабы минус шексіздіктен 5-ке дейін ашық жақша болады. Бізде ашық сәуле деп аталады.